Good morning, students. Let's begin our English lesson. Today we have a grammar lesson. Write down today's date. Today is the 17th of September. Theme with formation, negative verbs. Söz жасам, болымсыз етістіктер. Ағылшын тілінде сөз жасамның бірнеше түрі бар. Солардың бірі префикстерден құралған болымсыз етістіктер. Префикстер сөздің қарама-қарсы мағынасын жасауға қолданылады. Students, look at this table. Оқушылар, кестеге қараймыз. Let's read. Re means again. Re префиксі қайта деген мағынаны білдіреді. For example, мысалы, Нұрасыл must retake his physics test. Нұрасыл физика пәнінен қайта тест тапсыруы керек. Re дегеніміз қайта. Second, miss means wrong. Miss қате деген мағынаны білдіреді. For example, I don't want you to misunderstand. So, let me explain better. Мен сіздің түсінбегеніңізді қаламаймын. Сондықтан жақсылап түсіндіруге рұқсат етіңіз. The third is on. On means not. On жоқ деген мағынаны білдіреді. I'm sorry, but David is unable to answer the phone right now. Кешіріңіз, Дэвид сіздің қоңырауыңызға дәл қазір жауап бере алмайды. Next. This means the opposite. This қарама-қарсы деген мағынаны білдіреді. For example, why do you dislike math so much? Не үшін сіз математика сабағын қатты ұнатпайсыңыз? Dislike ұнатпау. Now, is it clear? Түсінікті ме оқушылар? Copy this grammar rule on your copybooks. Дәптерімізге ережені жазып аламыз. Okay, students, let's do some exercises. Exercise 5, page 13 from Students Book. Students Book'tың 13-ші беттегі 5-ші жаттығу. Қарамен берілген сөздерді дұрыс формада қойып, толықтырыңыз. Яғни, префикстердің дұрысын қойып, алдына сөйлемді толықтырамыз. Okay, students, our lesson is over. Біздің сабағымыз аяқталды. Сізден кері байланысты күтеміз. Goodbye, students.